Көлгіновтің еңбегі көлгөсір шығар, бірақ Астана түтіннен көз ашпады. Ал Қарашаға дем жетпей маза қашты. Жергілікті тұрғындар бұлай тұрсын, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы да елорданың ауасын алаңдаулы. Өйткені ластану деңгейі рұқсат етілген шектік мөлшерден 18 есе артып кеткен. Экология департаменті не дейді? Астанамыздың Астана емес, Ыстана атануына не себеп? Сюжет көріңіздер. Астананы ыс басып тұрғанына бірнеше күн болды. Тұрғындардан маза кетіп, тыныстары тарылуда. Жөтел қысып, бастары жиі ауыратын болған. Әсіресе соңғы күндері атмосфераның ластануы қатты сезіледі дейді жұрт. Осы бір апта көлемінде байқап қалдым. Жөтел бар, далада көп жүрсең, үйге келгеннен кейін тамағынан ұстайды. Павлодардан келіп жатқан кезде, Көкшетаудан келіп жатқан кезде қаланың үстінде мынау Алматыдағындай смог тұрады. Қыста байқалады, соңғы бір жұманың ішінде. Смог, кашля как бы нет, но смог чувствуется, запах. Экология департаментіндегілер расында атмосфераның ластанғанын айтады. Оған бірден бір себеп жер үйлерден шығатын көмір мен көліктің түтіні екен. Оның үстіне жел де соқпай, ауа тымық болып қалған. Егер жел болса, ауадағы зиянды заттарды ұшырып әкетер еді дейді. Ал Астана аспанын көк түтін баспасы үшін шаһардағы нысандарды толық газбен қамту керек. Количество автотранспорта. Негізі жыл сайын қыс мезгілінде ауаның ластанғаны байқалады. Оған жаңа айтқан көмір және желдің соқпауы себеп. Көліктер де көбейіп жатыр. Тұтынушылар саны артқан сайын автогаз түтіні де көп тарайды. Осындай бірнеше фактор әсер етеді. Жалпы Астана елімізде ауасы нашар 3 қаланың қатарына кіреді. Қаладағы 18 мың тұрғын үйдің 12 мыңы газбен қамтылса, қалғаны қара отынмен жылынып отыр. Бұдан өзге жеке үйлер де бар. Нәтижесінде шаһардағы нысандардың тең жартысы көмір жағып, ауаның бүлінуіне әкеп отыр. Әкімшіліктің ақпарынша, оларды толық газдандыру жұмысы 2024 жылы аяқталады. Дегенмен жергілікті билік экологиялық проблеманың алдын алу үшін біршама аудандағы автономдық қазандықтарда дизельден газға ауыстырған. Жалпы қаламызда газға қосылуға мүмкіндік алатын біздерде 18 мың тұрғын үй болады. Бүгінгі күні олардың 65% орындалды, яғни 12 мың тұрғын үйге газға қосылу мүмкіндігі берілді. Қалған тұрғын үйлерге газ желілерінің құрылысы, яғни 2-3 кезектің газ желілерінің құрылысы біздерде 24 жылға дейін аяқтау жоспарланып отыр. Ал Қазгидромет бүгін еліміздің 10 қаласында ауаның нашарлағанын хабарлады. Астанадан өзге Ақтөбе, Теміртау, Балқаш, Жезқазған, Қостанай және Қарағанды, Риддер, Семей мен Өскеменде қолайсыз метеорологиялық жағдай, яғни атмосферада залалды заттардың жиналуы байқалады. Ақхалаттылар мұндай құбылыс адам ағзасына міндетті түрде кері әсер ететінін айтады. Сондықтан мейлінше бетперде пайдаланған жөн. Динара Жарқынбек, Жандос Айғожин, Еуразия бірінші арнасы.